Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Сіз фестивальдердің не үшін қажет екенін білесіз бе? Кинематографияның пайда болуымен фильмнің сапасы мен жеке кейіпкерлерінің жұмысын қалай бағалауға болады деген сұрақ туды. Алдымен кассалық табыс арқылы анықтайды. Фильмді көптеген көрермен көрген жағдайда фильмді құнды екендігінің ең жоғары көрсеткіш емес пе? Кейінірек фильмдердің жағдайы әртүрлі болғаны белгілі болды. Кейбір фильмдер көп, ал кейбіреулер аз жарнамаланды. Кейбір фильмдер жұлдыздардың аттарымен жарқырайды, ал басқалары әйгілі актерлерді шақыруға қаражаты жетпеген жас кинематографшылармен түсіріледі. Сонымен қатар прокатқа алу ережелері әр елде әртүрлі. Сондықтан барлық елдегі фильмнің кассаларын салыстыру қиынға соғуы мүмкін. Кейінірек түрлі кинофестивальдер құру туралы шешім қабылданды. Мұндай іс-шаралар кинодағы тенденцияларды көрсетуге, жылдың үздік фильмдерін таңдауға және түсірілім тобы мүшелерінің жұмысын бағалауға арналған. Бірінші ресми фестиваль 1932 жылы 6 тамызда Италияда ұйымдастырылған Венеция кинофестивалі болды. Кейіннен бүкіл әлемде фестивальдер бірінен соң бірі пайда бола бастады. Қазақстанда біздің өзіміздің кинофестивальдарымыз бар. Бастау, Шәкен Айманов кинофестивалі және басқалар. Бүгін біз сіздермен Еуразия кинофестивалі туралы әңгімелесеміз. Халықаралық Еуразия кинофестивалі 1998 жылы құрылды. Оның негізін қалаушы Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі. Бірден айту керек, бұл ТМД мен Балтық елдерінің ең маңызды кинофорумы. Сонымен қатар, бұл халықаралық продюсерлер қауымдастығы федерациясының аккредитацияланған Орталық Азиядағы жалғыз кинофестивалі. 2012 жылы Ұлыбританияда шыққан халықаралық фильм бойынша гид журналы Еуразия кинофестивалінің әлемнің 35 жетекші кинофестивалінің тізіміне қосты. Сонымен, бірінші Еуразия фестивалі 1998 жылы қыркүйекте Алматыда өтті. Қазақстан кинематографистер одағының конфедерациясы осы фестивальге үлкен қолдау көрсетті. Бастапқыда фестиваль жыл сайын әр қалада ТМД елдерінің астаналарында өтеді деген ой болды. Алайда басқа мемлекеттер мұндай идеяны қолдамады және фестиваль Қазақстанда өтетін болды. Байқау 3 бағытта өтеді. Анимация, көркем фильм және көркем емес фильм. Әр номинация бойынша үздік актриса, актер, режиссер, үздік фильм, гран-при және қазылар алқасының арнайы сыйлығы беріледі. Айтпақшы, көркем фильмдердің қазылар алқасын 1998 жылы танымал грузин режиссері Эльдар Шенгалая басқарды. Фестивальге Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Литва және басқа елдердің кинорежиссерлері қатысты. Көркем фильмдер байқауындағы қандастарымыздың арасында Серік Апырымов Ақсуат фильмінің үздік режиссері болып танылды. Көркем емес фильмдерде бұл сыйлықты режиссерлер Сергей Русаков пен Сергей Азимов «Дом на обочине» туындысы үшін алды. Әрине, анимация байқауында гран-приді Ғани Қистауов пен Жәкен Дәненов түсірген «Остров дракона» фильмі жеңіп алғанын атап өткен жөн. Екінші Еуразия фестивалі 7 жылдан кейін ғана Алматыда 2005 жылдың күзінде өтті. Фестиваль тұжырымдамасы толығымен өзгерді. Енді ол халықаралық сипатқа ие болды. Іс-шараға шақырылған қонақтардың қатарында әйгілі итальяндық актриса Арнелла Мутти және сол сияқты әйгілі Жан-Клод Ван Дам болды. Қазіргі таңда фестиваль өркендей бастады деп санауға болады. Еуразия шығыс пен батысты байланыстыратын мәдени көпірге айналды. Кейін мереке аясында танымал қазақстандық өнер және мәдениет қайраткерлерінің қатысуымен үлкен мерекелік концерт ұйымдастырылды. Майра Мұхаммедқызы «Пятый элемент» көрінісінің дива ариясын орындады. Қазылар алқасын белгілі грек кинорежиссері Тео Анджелопулос басқарды. Олжас Сүлейменов фестивальдің құрметті президенті болып сайланды. Айтпақшы, 2005 жылы «Көшпенді» фильмі алғаш рет конкурстан тыс ұсынылды. Біз
Еуразия фестивалі өнер қайраткерлерінің басын қосатын ерекше шара деп нық сеніммен айта аламыз. Бұл жоба еліміздің экономикалық, саяси және әлеуметтік дамуына айтарлықтай үлес қосады. Осы іс-шараның арқасында әртүрлі мәдениет арасында диалог орнатылып, халықаралық байланыстар кеңейтіліп, оң жолға қойылды. Еуразия кинофестивалі ұлттық және адами құндылықтарды нығайтуға қуатты түрткі екені сөзсіз. Фестивальдің басты мақсаты отандық киноны өнер және өндіріс ретінде дамыту. Сонымен қатар көпшілікті кинематографияға тарту. Әр жылдары фестивальға Ким Ки-дук, Эмир Кустурица, Жан-Клод Ван Дам, Мишель Плачидо, Катрин Денев, Винсен Кассель және басқалары қатысты. Фестивальға жыл сайын дерлік Еуропа, Азия, Америка, ТМД және Балтық елдерінің 130-дан астам кинематографистері қатысады. Соңғы рет 15-ші халықаралық Еуразия кинофестивалі 2019 жылдың жазында өтті. Сонда Қазақстан, Франция, Ресей, Македония, Израиль, Тәжікстан, Оңтүстік Корея, Иран және басқа да елдердің фильмдері ұсынылды. Әрқашан фильмдер қатаң іріктеуден өтеді. Өткен жолы 100-ден астам фильмнің ішінен негізгі байқауға және қысқа метражды фильмдер номинациясына тек 12-сі таңдалды. Қазақстандықтарға ұсынылған барлық фильмдер халықаралық фестивальдердің қатысушылары немесе тіпті жеңімпаздар. Осындай фестивальдар тағы да болады деп үміттенейік. Жақында біз жаңа лайықты фильмдерді тамашалайтын боламыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Енді сізді сұрақтар күтіп тұр. Бірінші сұрағымыз: Еуразия кинофестивалі қай жылы өтті? Екінші сұрақ: Еуразия кинофестивалін қай журнал әлемдегі 35 жетекші кинофестивальдердің қатарына қосты? Үшінші сұрақ: 2005 жылы фестивальда конкурстан тыс қандай фильм ұсынылды?